Қазақстанның халықаралық қауымдастықтары бастамалары деген. Сонымен осы шараға сізге дайын ретінде мынандай қолдарыңызға қағаздарды да қойды, ойыңызға отырсын. Және сол жерде жаңа сізге түйінді ой айтатын және ойыңызға айтатын сөздер президенттің сөздерін ұсыныс ретінде қойдық. Сол жерлерге қарап ойыңызды түйіндеп бағыт алу дұрыстары болады. Сонымен осы дөңгелек үстелімізді бастайық деп шешім қабылдап отырмыз. Егер хат берсеңіздер, бастаңыздар. Армысыздар, құрметті оқушылар. Заманның сыздарға жазушысы Мұхтар Әуезов халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім деп айтқандай, бүгінгі халықаралық қауымдастықтағы Қазақстанның бастамалары атты дөңгелек үстелге қош келдіңіздер. Тәуелсіз елдің тұғырын беттегендей тәуелсіздік алған жылдарымызда Қазақстан қазіргі халықаралық қатынастарда өзінің айналасындағы елдермен қауіпсіздігін, егемендігін, Ресей мен Қытай сияқты екі алып мемлекеттің арасына орналасқан аумақтық тұтастығын құрметтеу қағидалары негізделген ірі аймақтық мемлекет ретінде танылып отыр. Яғни, құрметті балалар, бүгінгі біздің осы жиналып отқан дөңгелек үстелдің тақырыбы халықаралық қауымдастықтағы Қазақстанның бастамалары. Әрине, бұл бастамаларда ерекше рөл атқарып бастамашысы отыратын үнемі біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Биылғы үстіміздегі жылдың қыркүйек айында баршамызға белгілі Біріккен ұлттар ұйымының 70-ші сессиясының жалпы дебатында елбасымыз сөйлеген сөзінде былай деген болатын: Хиросима мен Нагасакиді атом қару мен бомбалаудан соң 70 жыл өткенде ядролық қарусыз әлем қалыптастыру ісін адамзаттың 21-ші ғасырдағы басты мақсаты етуге шақырамын деді. Біріккен ұлттар ұйымының ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізу жөніндегі жалпыға ортақ декларациясын қабылдауды ұсынамын. Қазақстан ядролық полигонды жапқан және ауқымы жағынан 4-ші ядролық қару-жарақтан өз еркімен бас тартқан, сондай-ақ Орталық Азияда ядросыз аймақ құрған тарихтағы тұңғыш ел деп өз сөзінде жеткізген болатын. Яғни, балалар, қазіргі сіздердің алдарыңызда осы Біріккен ұлттар ұйымының 70-ші сессиясындағы біздің елбасымыздың сөйлеген сөзін барлық сіздерге тарихи материал ретінде алдарыңызға ұсынылды. Қазіргі іс барысында сол мәтінмен таныса отырыңыздар және сол мәтінді барлықтан ашық қарайтын болсаңыздар, мынау белгіленген шрифтпен елбасының айтқан нақты бастамалар бар. Сол бастамалар қазіргі біздің дөңгелек үстелде нақты тоқтала кетіп, өзіміздің ой қорытындымызды жасаймыз. Жаңа сөз барысында ескерді бірінші рет баса кеттім. Хиросима мен Нагасаки қаласындағы атом қаруын бомбалаудан соң 70 жыл өткенде ядролық қарусыз әлем қалыптастыру ісін адамзаттың 21-ші ғасырдағы басты мақсаты етуге шақырамын дейді. Яғни, осы жердегі елбасымыздың ойын сіздер қалай түсініп отырсыздар? Жалпы маған көңіл бөлсеңіздер болады, өздеріңіздің пікірлеріңіз, қазіргі кезде Қазақстан жалпы дүниежүзілік қауымдастықта қандай орын алады? Қазақстанның қандай орны бар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақстанның жалпы саяси беделі қандай? Қазақстанның экономикалық беделі қандай? Әлемдік қауымдастықта қандай ой-пікірлеріңіз бар? Сіздер тарихын жатсыз ғой, сол себепті осы пәнге байланысты сіздердің өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз өте маңызды. Сол үшін сіздерді осы отырысқа шақырдық. Отырып айтыңыз, дөңгелек үстелге бұл жерде бәріміз келіңіз. Қазіргі таңда біздің қазір 21-ші ғасыр жаһанданудың кезеңі болғандықтан барлық мемлекеттер соғыстан кейін дамудың дағдылы түрде дамудың жолына түскен мысалы. Ал қазір сол экономикасы дамыған мемлекеттермен тәжірибе алмасып дамушы мемлекеттер барлығы қазірде дамудың дағдылы жолында, бірақ қазір экономикалық бәсекелестік көп болғаннан кейін қазір тұрақты даму дейміз ғой. Тұрақты дамуға барлық мемлекеттер сол өз ынталарын білдіруде. Қазақстанда мысалы ядролық қарудың мүлдем жер бетінен мүлдем алып тастау ол дұрыс шешім деп ойлаймын. Себебі бұл біздің көптеген елімізге кері әсерлерін тигізеді.
Өздеріңіз достарыңыз маңызды сізге тек қана тыңдап ойыңыздарыңыз. осы ядролық қарумен атқау осы Хиросима мен Нагасаки қалаларында көптеген адамдардың өмірлерін қиды, көп отбасыларды бұзды. Осы мемлекеттің өзінің барлық сыртқы жағдайдағы және ішкі жағдайдағы өмірлеріне кері әсерін тигізді. Осы біздің елбасымыз ұсынып отқан ұсынысы ол өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі осы ядролық бір қарудың өзі көптеген адамдардың өмір тағдырларын бұзуы мүмкін. Соған қабілетті ядролық қарудың өзі. Ал егер де біз ядролық қарусыз әлем қалыптастыратын болсақ, біздің онда адамзаттың барлығы өмірмен бейбітшілік өмірде өмір сүретін болады және бақытты болуына көп мүмкіндік береді. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар, мемлекетті мысалға мемлекетте саяси тұрақтылық ол дамудың кепілі ме? Қалай ойлайсыздар? Саяси тұрақтылық әрине дамудың кепілі, себебі кез келген мемлекетте саяси тұрақтылық болмаса, ол дамуға көптеген зияндарын тигізуі мүмкін. Мысалы, қасымыздағы көрші мемлекет Қырғызстан болса болады, ода Қырғызстанда саяси тұрақтылық жоқ. Оның әсерінен Қырғызстанда көптеген завод фабрикалары мысалы тоқтап қалып, сондай көптеген кедергілер болып жатады дамуға. Ол жақта мысалы біздің Қазақстанда қарағанда артта қалған мемлекет мысалы бір жағынан оларға зиян тигізді. Мысалы, қандай зияндар? Тек қана экономикасы даму үшін бізде ең басты факторлардың бірі ол басқа шетелдермен қарым-қатынас орнату болып табылады. Ал егер де мемлекеттің өзінде саяси тұрақтылық болмайтын болса, онда сол мемлекетпен басқа елдер саяси қарым-қатынасқа түсуге бастатуы мүмкін. Соның өзі ол мемлекеттің экономикалық дамуына ең үлкен және де біздің Қазақстан үшін, қазір дамушы мемлекеттер үшін ең басты дамудың жолы бұл инвестиция тарту мысалы. Ал бізде инвестиция тартуда инвесторлар қордан келіп бізге инвестиция саласылмайды, ол қарастырады жан-жағынан даму деңгейі жағын қарайды, саяси жақ барлық жағынан қарайды. Ал мысалы Қырғызстанда ондай инвесторлар келетін инвесторлар инвестиция салуға аз. Қазақстанда мысалы сенім артуға болады Қазақстанда. Ал жалпы қалай ойлайсыздар, біздің елімізде сол тұрақтылықтың кепілі не? Бұл жерде бәріміз кейін сөйлейміз. Біздің мемлекетімізде Қазақстанда саяси тұрақтылық кепілі ол әлемде тұңғыш пайда болған, яғни 1995 жылы негізі қаланған ядролық қаруды қолданбау жөніндегі құжатқа қол қойды. Яғни бұл жерден айтатын болсақ, көптеген мемлекеттер сол құжатқа қол қойды, бірақ дегенмен ядролық қаруды қолданатын басқа державалар бар. Олар ақш, Корея елдерін айтатын болсақ болады. Яғни егер бүкіл әлемдегі тыныштық желпілі бейбіт өмір болатын болса, бейбіт өмір болу үшін барлық әлем теңдей болуы керек. Яғни өзге державалардың барлығы ядролық құралдардан бас тартады. Дұрыс, рахмет балалар. Мен енді жалпы біздің Қазақстанның қандай әлемдік саясатта қандай бастамаларын білесіз деп ойлаймын. Сол біздің Қазақстанның мынау халықаралық қауымдастықта ұсынған бастамалары тағы да мен сізге сұрақ емес, ой қозғауға ғана ой тастап отырмын да. Қалай ойлайсыздар? Қандай бастамалар бар? 2010 жылы желтоқсанның 1 мен 2 күні осы біздің елордамыз Астанада Еуропа ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының съезі өтті, саммиті өтті. Осыны да осы біздің жас тәуелсіз мемлекеттің осындай халықаралық дәрежеге ие саммитті өткізуі ол да үлкен бастама, яғни жетістік деп білемін. Егер бұлай есімізде болатын болса, Қазақстан мысалға осы Еуропаға қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен бірінші Азия мемлекеті, бірінші түрік мемлекеті, бірінші бұрынғы
кеңестік мемлекеттің бірі ғой, ол жалпы ол да біздің беделімізге әсер етеді деп ойлаймын. Сіздерде қандай ойларыңыз бар? әлем бойынша бірінші орында болғасын айтыңыздаршы, ядролық қарудың қоры бойынша. Бірақ біз одан бас тартқанымыз, біз бірінші мемлекет болдық та, және біздің басты рөліміз ол әлемге мысал келтіру, және де ол мысалда жаңа ретінде біз басқа дамыған мемлекеттердің жолымен олардың қателерін өткізіп, тек қана үздік жолымен жүріп, және оларға мысал келтіру, қарусыз-ақ бейбітшілікке жетуге болады. Біздің Қазақстан тұңғыш мемлекет болып табылады. Яғни осы дін басшыларының съезі әр жыл сайын Алматыда өтеді. Және осы бәріміз білетіндей бұл дүниедегі ең жаман, ең қанды соғыс ол дін соғысы болып табылады. Яғни сондай оқиғаларды болдырмау үшін осы біздің елбасының көреген саясаттың арқасында дүние жүзіндегі біртұтастықты сақтап тұр деп айтуға болады. Жалпы біздің Қазақстан 2003 жылдан бері дүниежүзілік әлемдік діндердің жаңағы конфессиялардың съезін өткізіп тұр ғой, мысалы. Ол да сіз қалай ойлайсыз, бастама ма? Мемлекетте мысалы бір ғана дін ұстамайтын, әртүрлі дін ұстанатын көтерілген адамдар болады да, сол адамдардың арасында толеранттылықты дамыту арқылы олар осы Қазақстан мемлекетінің өзі әлемде бейбітшілік орнатуға өз үлесін тигізетін болады. Сонымен қатар осы дін деген мұхтар өте өзекті тақырып және қауіпті тақырыптардың бірі болып табылады да, әлемде. Сондықтан осы съезді өткізіп, біздің Қазақстанның әлемдік саяси аренада орын алуына көп мына сөзі сіздің бәріңіздің алдыңызда не тұр ғой, қараңызшы, президенттің ойлары. Үшінші деп тұр, иә? Үшіншіге қарайтын болсаңыздар қараңызшы, Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы дүниежүзілік соғыстар мен әскери қақтығыстардың миллиондаған құрбандардың қанымен жазылғанын ұмытпау маңызды дейді. Ал осы президентіміздің осы ойын қалай ойлайсыздар? Қандай ойларыңыз бар? Осы сіздер бізге айтқан, жалпы әлемдік қауымдастық айтқан сөзі ғой. Қандай ой қозғап отыр сізге? Яғни бұл жерде бас айта кететін нәрсе осы Біріккен ұлттар ұйымы бізде дүниежүзілік соғыстармен құрылған болады. Бұл жерде біздің елбасымыз өзекті мәселе қозғаған, яғни осы ұйым дүниежүзілік соғыстар мен әскери қақтығыстар миллиондаған құрбандардың пайда болған ұйым деп тұр. Яғни біз бұны бірінші дүниежүзілік соғысын кешіп өткен халық және екінші дүниежүзілік соғысын өткен адамдардың қиыншылық өткеннен кейін осыдан тәжірибе алу керекпіз. Яғни осыдан кейін біз бұндай қателер қайталау керек емес. Барысында біз осы ұйымды құрған болатынбыз деген ой пікірін білдірген болатын. Жалпы адамзатқа түсінікті ғой, сөйлеңіздер, бұдан керек сол сіздердікі. Статистикада жалғыз КСРО-ның өзі екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 27 миллион адамнан айырылған, яғни оның бәрі мүмкін 80-90% ер азаматтар болып табылады. Яғни сол әрбір ер азаматтың ерлігі ешқашан ұмытылмау керек деген мағынада айтқысы келіп тұр. Ол әрбір құрбан, азаматтың жұдырықтай жүрегі сол
елдің намысы үшін олар қолдарына қару алып қанды шайқасқа барған. Сол енді көп болды. Қазіргі кездегі соғыстар, әскери қақтығыстар, ол терроризм, экстремизм қақтығыстары және осы соғыстарды болдырмау үшін біздің президентіміздің өзі бір бастама бастаған болатын. Ол өткен жылдар ойында терроризм мен экстремизмге қарсы бір әлемдік бір үлкен желі құру болатын. Осының өзі өткен жылдар ойының аясында біздің президентіміздің әлемдік соғыстарды болдырмаудағы үлкен бастамасы. Қандай пікірлеріңіз бар, айтыңыздар. Ең соңғы сөзін айтқым егер біз білсек, бізді ешкім жеңе алмайды деген. Сол да соның мысалы ретінде мысалы біз біріккен мемлекет болып фашизмді өзіміздің және мүмкін көптеген осы ұйымдардың ең басты мәселесі ол әлемде біріктіру. Сол соғыстың бәрін осы әлемнен жойып жіберу. Ал енді қалай ойлайсыздар, не себепті сондай нәрсе қазір тұрақтылық, бірлік әлемде әлсін болдыра алмай жатырмыз, иә? Әлсін бәрібір сондай бір саяси қақтығыстар шығып, соғыс ошақтары барлық уақытта болып тұрады. Қалай ойлайсыз? Сол не себеп соғыс ошақтары шығады? Ел ішінде бар, айналамызда болып жатыр. Соны тоқтатудың жолдары бар ма? Мен ойымша адамның табиғи факторлерінің себебі қанша жыл өткенмен де бәріміз соғысты тұрып алмаймыз. Яғни бұл уақытты заң секілді. Қарулы қақтығыс болмаса да, ол біздің мысалы экономикалық бәсекелестіктің өзі біздің соғыс десек те болады, кішігірім соғыстың бір түрі. Және де қазіргі өміріміз ақ пен қарадан құралған дейді ғой. Ақтардың құрыз болса да ол өмір болмайды, қара арасында жарып жүру керек дейді. Мысалы күні кеше ғана өздерін мемлекетпіз деп жариялаған исламдық мемлекет солардың игі. Сол исламдық мемлекет біздің барлық көптеген бүкіл әлемге ол өзінің несін кері әсер тигізіп отыр. Олардың өздерінің мұсылман емес, мұсылманның атын жамылған адамдар десек те болады. Өйткені мұсылмандар егер солар адам өлтірмеуге тиіс. Осы нәрселерді қалай тоқтатуға болады? Қалай ойлайсыздар? Осы әлемде болып жатқан осындай қантөгіс, соғыс, атыс шабысты тоқтатудың жолдары бар ма сіздердің ойларыңызда? Қандай ұсыныс айтар едіңіздер? Мен өзім осылай санаймын десеңіздер, сол өте маңызды. Жақсы жаман деген жоқ болады. Жақсы болатын жақ ол әрқашан болған жаққа өйткені мысалы біз соғыс біз әлемде жақсы болып қалады. Әлемдегі көптеген адамдар мен де онымен келісемін әлемде, бірақ осы соғысты толықтай жойып жіберу деген әрине болмайды, бірақ оны қарама қарсы басқа болады. Мысалы қандай тәсіл бар, әлде басқа шақтарда. Бірақ көптеген адамдар тоталитаризм деген сөзді естігенде қорқады. Өйткені біздің тарихи фактыларға жөнелетін болсақ, ол әрқашан қанды жолмен болады. Енді ешкім Ұлыбритания мәселесін әлде Жапонияның мысалы кеткісі келмейді. Өйткені мысалы қарайтын болсақ, Жапонияның императоры 2000 жыл бойы сақталып келе жатқан баласы десе болады. Қанның таза. Енді осы мысалға келетін болсақ, тоталитаризм ол әрқашан жаман емес. Көптеген мемлекеттер өз еліне тоталитаризм саясатын әкелген оларды көтеру үшін. Көптеген мемлекеттер егер олар қатты көмекке түсіп бара жатқан кезде олар тоталитаризмді қабылдайды. Мүмкін бұл осы
дегенмен күшпен бәрібір адамды бірге шақыру өте қиын болатын шығар. Басты себептердің бірі ол мемлекеттің арасындағы тиісті жоқталарда, мысалы, бағанағы айтып кеткен игілігін өтсе де, мысалы, оны әлемнің мемлекеттері өзі мойындағанын қалайды да, сол игіліктің өзі үшін. Бірақ оны Мемлекеттің орны бар ма? Жері бар ма? Қиялдан ба? Олар мемлекетіміз, олар өз алдына конституциясы, несі шекарасын бекіткен мемлекет емес. Олар мұсылмандықты әлемге мойындатамыз деген мемлекет, бірақ өздері мұсылмандық екенін білмейтін мемлекет. Қиялдан ба сол? Қиялдан. Иә, тек қиялдан. Сол себепті мемлекет деп айтқан дұрыс емес шығар. Мемлекеттің нелері бар ғой. Жер бар, тұрақты халқы бар. Енді бұл игилдің шыққан несі, мысалы ол өздері бір мемлекеттің атын өзгертіп қойған жоқ, жан жақтан жиналған құрама мемлекет десек те болады. Бұл жерде біз әр мемлекеттің өзінің кемшілігі десек те болады. Өйткені біздің Қазақстанда да мысалы көптеген біздің Қазақстан зайлы мемлекетпіз, бірақ біз мешіттермен мысалы церковьтерге ие емеспіз. Не болып жатқанын білмейміз, не болып жатқанын. Сондай жерлердің қадағалау қойып естесек, біздің мешіттерде мысалы жастар, көптеген жастар кетті бізден. Сол жастардың көбісі мешітке барып, сол мешітте басқа да сондай діни ауытқан адамдар соларға үгіт насихат жүргізіп, сол мақсатты алып кетіп оларды. Қазақстаннан да біраз адам кетті. Сондай әр мемлекет өздерінің сол ішкі несін қарастырса, мемлекет ішінде не болып жатқанын ішкі саясатты қарастырса, бұндай кемшіліктер болмас еді деген ойдамын. Және де бізде Қазақстан, біз ол әр мемлекеттен жиналған болғандықтан, биылда барлық мемлекеттің осал тұсы мен қандай жақсы жақтарын бәрін біледі. Өйткені ол барлық мемлекеттің адамдары бар. Сондықтан да олар жарылыстар көп жерлерде жасап, Сағындарға алып келіп жатыр. Ол бірақ дегенмен сәл тақырыпқа жақын келсек, біздің именно Қазақстанның бастамалары, Қазақстанның бастамалары, мен сіздердің ойларыңыз бөлім келген жоқ, ойларыңыз аяқталсын дедім ғой. Ал енді мынау соңына қарай қараңызшы. Соңына қарай қарасаңыз, осы жерде біз тағы да президенттің осы жаңағы Біріккен ұлттар ұйымындағы егер есіңізде бар болатын болса, осы жылға өткен Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясында біздің президент қазақ тілінде сөйлеп ғой, бірақ осы уақытқа дейін ешкім ол жерде сөйлеген жоқ. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымында ресми танылатын 6 тіл бар, егер мен қателеспесем. Бірақ енді соны сіздерге ұсынайық дейді президенттің сөйлегеніне, бірақ сондай сапалы ресурс таба алмақ, сапалы видео. Сол себепті соның бәрін осындай әріптестеріміздің бәріміз осылай қағаз күйінде ұсынайық дедік. Мына соңғы ойын көріңізші, болып көресіздерге. Содан кейін сол президенттің осы айтқан бастамасы сіздерге қандай ой берді? Қандай ой тастайды? берген қолданыстарын айтыңыз, соңғы бірнеше әлемді дамыту орталығы басталады. Азияға ауысу туралы. Не айырсу? Соңғы абзац. Бұл жерде Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтері Азияға көшу мәселесін ойластыруды ұсынамын деп отырған елбасымыз. Қазақстанның бастамаларын ұлттар қауымдастығы қабылдайды деп үміттенемін дейді. Яғни осы жерде сіздер қалай ой қосар едіңіздер? Сөйлемдеп басты кезіне қай болсаңыздар, әлемдік дамыту орталығы кәрі құрлықтан жаңа құрлыққа, Европадан жаһандық өрлеудің жаңа орны ақш-қа, Нью-Йоркке ауысты дейді. Содан бері көп нәрсе өзгерді, әлем өзгеше қалыптасты дейді. Ары қарай өз сөзінде 21 ғасырдағы орталығы әлемнің ең үлкен континенті ғаламшар тұрғындарының 3/2 мекендейтін ірі ресурстар шоғырланған Азияға қарай ойысады.
Азияның дамып келе жатқан экономикаларының қуатты серпіні жаһандық үдерістердің жаңа сипатын танытып отыр. Осы үдерісті ескере отырып, мемлекеттердің өзара қарым-қатынасы жаңа серпін беру үшін бұл тарихи мүмкіндікті пайдаланудың маңызы зор деп өз сөзінде беріп отыр. Яғни осы жерде елбасының сөзіне сіздер қалай қорытынды жасар едіңіздер? Елбасының әрине ойы құнды, ол елбасының ойы, мысалы мен өзім ойын өтіп келейін. Азияға көшу, бұл жерде Азияда мысалы ресурстар жағынан бай. Мысалы айтайын, жер кәдімгі жердің өзін айтатын болсақ, егістік мысал келтіретін. Бір жерде ылғи сол жерде еге беретін болсаң, ол жердің құнары келіп қалады. Сол үшін де басқа жерге ауысады, жаңа тың жерге. Сол сияқты біздің елбасымызда сондай мақсатпен басқа жерге Азияға қоныс аударғысы келіп отыр. Елбасының сөзінде айтылғандай, бұл кезеңде халықаралық қатынастар бойынша басты шарты арқандығына байланысты болады мысалға. Сол Женевадан ақш-қа ауысуына. Енді қазіргі таңда Азиядағы мемлекеттердің әлемдік аренада өзінің деңгейін көтеруіне байланысты осы жерде Біріккен ұлттар ұйымының Азияда орналасқаны негізінде көбірек пайда алып келетін негізінде қысы келді деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда тек қана ақш-та болған кезде ол басқа континенттермен байланыс орнату тәжірибеде кішкене қиындықтар туғызуы мүмкін Азияға қарағанда. Сондықтан Азияға орнатуды ұсынып отыр. Елбасының сөзінде айтып тек қана Европа ғана дамымайды, келесі жолда енді Азия дамиды дегенді келтіріп кеткен. Одан бөлек тұрғындардың көп бөлігі Азияда орналасқандықтан ұлттардың көпшілігі де Азияда орналасады деп мағынада. Яғни бұл ұйымның есімінің өзі айтып тұрғанда Біріккен ұлттар ұйымы болғандықтан ұлттардың көп орналасқан орнына шекарасын алып ұйымды көшірген дұрыс деген екінші себебі ол Азия құрлығында көбінесе дамушы мемлекеттердің көп болуына байланысты. Мысал қарап Европада, ақш-та ол мемлекеттер дамыған жақта алып мемлекет ақш-та болады. Және де ал Азияға келсек, айтып отқан діни экстремизмге алсақ та болады, соны тоқтату деген бір жолы Біріккен ұлттар ұйымының Азияға қоныс аудару арқылы мемлекет аралық қатынастарды жақсарту және экономиканы көтеру мақсатында сол мақсатта айтып болады. Болашақта қалай ойлайсыздар? Сол біздің президенттің сол Біріккен ұлттар ұйымындағы бастаған осы идеясы іске асуы мүмкін бе? Мүмкін, мен ойымша мүмкін болса неге, мүмкін емес болса? Мысалы, жақында осы экстремизмді айтып өтіп болсын, жақында болған, Парижда болған ең үлкен апат деп айтсақ болады. Одан кейін ол точкасы, горячие точки Азияда орналасқаны, оны міндетті түрде тоқтату керек. Себебі тоқтамасы ол жалпы әлемде кен жайылып бара жатыр. Себебі соңғы статистикаға сүйенсек, уже ИГИЛ-дің халықтарының саны 10 миллионға жетіп қойған. Ол Қазақстан халқын жалпы бөлігінен де көп. Сол себептен де оны елбасымыздың ұсынысын қарастырып, оны Азияға ауыстырып, және де осы мемлекеттердің экономикалық жағдайын дамытып, дүние жүзінде елдер арасында ешқандай да теңдік болмауын қадағалап, бәрі бірдей болу үшін, материалдық жағдайдан бірдей болуын қамтамасыз ету үшін оны Азияға ауыстыру. Тұрақтылық үшін ауыстыру керек ойлайсыз ба? Енді әрине, олай болса жақсы болар еді. Сондықтан сіздер жалпы сіздердің ойларыңызға келіп отырса, Біріккен ұлттар ұйымында біздің елбасымыздың Біріккен ұлттар ұйымы штаб-пәтерін Азия құрлығына ауыстыру, сонда ол Азияда болып жатқан ыстық нүктелерде болған қақтығыстар тоқтатып деген шешімге келіп отырсыздар ма? Мүмкін біздің елбасымыз басқа да ойлар болу керек шығар. Егер де сол штаб-пәтерді біз Қазақстанға, Алматы қаласы, немесе Астана қаласын алып келсе, бұл біздің мемлекет үшін қандай болар еді? Тиімді бола ма, жоқ тиімсіз болар еді?
орынды. Сол бойынша бәріміз білеміз, сол арқылы қарым қатынасты жақсартуға және де ешкім оған қарсы шықпайды, себебі біздің елімізде сонша әртүрлі қауіпсіздіктер көп жатыр және де өте Жарайды. Рахмет. Рахмет. Сонымен балалар бүгінгі біздің ал оларды қазір өзіңізді ақан. Мысалы осы штаттар Азияға ауысқым деді ол ше, бірақ осы Ауғанстан мен Пакистан арасындағы соғыс осы біріккен ұлттар ұйымының штат пәтерін орнатуда қиындық бола ала ма? Мүмкін. Бізде қазір ерекшелерін исламдық мемлекеттер ұйымдастырып жатқан, исламдық мемлекеттер өздерін атаған мемлекеттер ұйымдастырып жатқандықтан біз Қазақстан көпшілігі мұсылмандар. Ол жағынан да кей нәрселерді тигізуі мүмкін және де көшірмеуі де мүмкін. Себебі мысалы біріккен ұлттар ұйымының өзінің басты міндеті ол ұлттардың арасындағы бейбітшілікті орнату, оларды экономикалық жағдайын көтеру болып табылады. Ал егер олар жақсы саяси жағдайы тұрақты мемлекетте штаб-пәтерлерін орнатуға басқа шет жер бөлігінде орналасқан мемлекеттерге аз көңіл бөлетін болса, онда қандай жұмыс атқарылады? Ол дұрыс емес қой, себебі олар әрине бүгінгі біздің тақырыптағы мынау неміз жақсы өріп келе жатыр. Отырғанмен бізге берген уақыт өте шамалы. Сонымен келешегіміз келбетті, болашағымыз баянды болуы дейді. Бүгінгі жастарға тікелей байланысты. Өйткені олар ертеңімізді жасайтын бүгініміз деп елбасымыз айтып кеткендей, сіздер сияқты озық ойлы, орақ тілді азаматтарымыздың болашағы өз қолдарыңызда, яғни мемлекеттің де болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан бүгінгі халықаралық қауымдастықтағы Қазақстанның бастамалары атты дөңгелек келгендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.